Ыбырай Алтынсарин өмірінің соңғы кезеңдерінде қазақ халқын не күтіп тұрғанын болжап кеткен екен. Содан бері 150 жыл өтсе де Ыбырай Алтынсариннің айтқандары дәл шығып елді таң қалдырып жатыр. Біз бүгінгі видеода осыған кеңінен тоқталамыз. Видео басталмас бұрын біз әдеттегідей сауалнама жасаймыз. Келесіде қазақ халқының бүкіл минусын жіпке тізгендей айтып берген Абай Құнанбайұлы туралы видео дайындайық па, әлде қазақтың көзін ашқан Ахмет Байтұрсынұлы туралы ма? Комментарийге жаза кетсеңіздер екен. Қайсыған комментарий көп болады, біз сол кісі туралы жасаймыз. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының аса көрнекті ағартушысы. Ол 1841 жылы Қостанайда дүниеге келген. Ыбырай Алтынсарин нағыз патриот азамат болды. Ол қазақтарға орасан зор жақсылық жасайды. Онысы қазақ балаларын оқытқаны. Себебі сол заманда қазақ халқы сауатсыз еді. Қазақтардың сауатсыз болғаны сонша, оларды орыстар мазақ қылып, бір қорап сіріңкені бір қойға айырбастатқызып алдаған. Яғни өздерінің тауарларын қазақтарға 100 есе, 1000 есе бағаға қымбат сатқан. Егер осылай жалғаса берсе, қазақтар орыстарға өмір бойы жем болатын еді. Бұған Ыбырай Алтынсарин қатты күйінді. Алдағы уақытта мұндайға жол бермес үшін 1864 жылы Торғай даласынан мектеп ашып, қазақ балаларын оқытып көзін ашпақ болды. Ол бұл мектепті өзінің тірнектеп жиған ақшасына салды. Бұл туралы ол былай деп жазды. Менің көптен күткен ісім жүзеге асып, мектеп ашылды және оған қазақтың тамаша да, сүйкімді де, зерек те 14 ұл баласы қабылданды. Мен оларды оқытуға қойға тиген аш қасқырдай кірістім. Қуанышыма қарай балалар айналдырған 3 айдың ішінде орысша және татарша оқуды да, тіпті жазуды да меңгеріп алды. Ыбырай ел ішіндегі әлеуметтік теңсіздік, әділетсіздіктерге ашуланды. Қазақтарға билік тисе өзгеріп шыға келетініне қапа болды. Ол қазақ әкімдерінің зорлықшыл сорақы қылықтарын сынға алды. Олардан қарапайым халықты қорғады. Қызмет бабында мен қазақтармен жиі ұстасып қаламын. Олардың ішінде менің өз туысқандарым да бар. Олардың сырын жақсы білемін, көбін тіпті жек көремін. Қазақ арасындағы қызмет адамдарын да көңілім тіпті сүймейді. Олар кедей қазақтарды қарсылық көрсете алмай, қасқырдың аузында жем болатын қорғансыз момындарды адамшылықтың шегіне шыға, арсыздықпен тонайды, талайды. Соларды көргенде өте қатты күйінемін. Осы елдің күшті жемқорларының бірі өздерінің істеп жүрген істерін менің жақтырмайтынымды біліп қалды. Сондықтан ол мені бұл арадан қуып жіберудің амалын істеп жүр. Ыбырай Алтынсарин осындай өркөкірек, басы қазақ әкімдеріне арнап шығарған азған елдің хандары өлеңі олардың шымбайына батты. Азған елдің молдасы, үлкен болар сәлдесі. Аса бауыр қылмаңыз, оның рас емес олдасы. Көрмей, білмей біреуге, куәлік берсе керекті. Азған елдің биінің барар болсаң алдына. Алым берсең тамағына, қарар ма ол сенің әліңе. Қорадағы малыңа төре берсе керекті. Азған елдің байлары ұлық тұтар басынай. Қайда дәулетті адам болса, берер соған асынай. Көзін сүзіп бір кәріп төгіп келсе жасынай. Бермек түгел бейшараны масқара қылса керекті. Береке кеткен елдерде күн қысқарса керекті. Ыбырай Алтынсарин көкіректеріне нам піскен қазақ байларымен айқасып жүріп болашақты болжап өлең жазды. Оның осыдан 150 жылдай бұрын жазған өлеңіндегі айтылғандар дәл қазір айна қатесіз орындалып жатыр. Біз назарларыңызға оның бірнеше өлеңін ұсынамыз. Оның өнер, білім бар жұрттар деген өлеңі сол кезде фантастика сияқты көрініп еді, қазір шындыққа айналды. Өнер, білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Ағартушының осы шумағына бүгінде ешкім таң қалмайды. Себебі Қазақстанда барлық қала тастан салынып, биік ғимараттар бой көтерді. Ал бұрын Алтынсариннің заманында ірі қалалардың өзі қазіргі ауылдар сияқты болған. Ал айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызды дегені бүгінгі интернет. Қазір адамдар Қазақстанда отырып, сонау мұхиттың ар жағындағы Америкадан WhatsApp, Telegram секілді желілермен бір секундта байланыса алады. Ал ол кезде Америкадан хабар алу үшін апталап, айлап уақыт кеткен. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Мінекей, атсыз құр арбалар, қазіргі Toyota Camry, Chevrolet Cobalt секілді машиналар.
Осы машиналармен арасы 700 километрдей болатынын, Шымкенттен Алматыға жарты күнде жетуге болады. Адамды құстай ұшырды деп қазіргі ұшақтарды айтып отыр. Еліміздегі Flyrstan, Air Астана секілді әуе компаниялары бізді Алматыдан Астанаға 1,5 сағатта құстай ұшырып әкеледі. Ал мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді деп қазіргі комбайн, трактор секілді техникаларды айтып отыр. Бұрын жер жырту үшін атқа, сиырға жүгінетін. Қазір комбайнмен бірер сағатта бірнеше гектар жерді зырылдатып жыртып тастайды. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенде танықтай. Алтынсариннің заманында тамақты далада отқа жағып, қазанға салып пісіретін. Қазір ешқандай от жақпай-ақ газбен, мультиқазанмен 1 сағатта пісіретін болдық. Теңізде сүңгуір қайықтармен балықтай жүздік. Дүниені түрлі транспорттармен жалықпай кезіп жүрміз. Міне осының бәрін дәл тапқан Ыбырай Алтынсаринді әулие деп неге атамасқа? Бізде бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көк шөптей жаңа өспірім достарым, қатарын кетті ау алысқай, ұмтылыңыз, қалыспай. Ыбырай Алтынсарин осылай деп жастарды қатардан қалып кетпей білім алуға шақырды. Заман дамып бара жатқанын айтып, алға қарай ұмтылу керектігін ескертті. Бекер жатса бәрінен қалып, сорлы халық болып қалатынымызды меңзеді. Біз надан болып өсірдік, иектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Біз болмасақ сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Осылай деп Ыбырай Алтынсарин қазақ қоғамы надан болып қалғанын жасырмады. Көпшілігі тек діни білімге көңіл бөліп, техникалық ғылым білімнен жұрдай болғанына өкінді. Заман ағымына сай ілімді меңгермей, көштен қалып қойғанын мәлімдеді. Сол себепті де ол қазақ жастарына сенім артатынын білдіріп, оларға өмірден өз орнын табу үшін көздерін ашып, білім беруге бар күш-жігерін салады. Ол қазақ балалары заманауи білім алу үшін еуропалық үлгідегі мектептер ашу ісімен шұғылданады. 1879-1883 жылдар аралығында Торғай облысының 4 уезінде Торғай, Ырғыз, Троицк, Ақтөбе жаңа мектептер ашады. 1883 жылы Торғай қаласында қолөнер мектебі ашылды. Ол қазақ даласындағы техникалық білім беретін тұңғыш оқу орны болды. Сол заманда қазақ қыздары өте қараңғы еді. Оларға ата-аналары білім бермей, жасы 15-ке келгенде тұрмысқа беріп жіберуге асығатын. Қыздар өмір бойы келін болып үйден шықпады. Олар ешқандай қоғамдық өмірге араласпады. Ыбырай Алтынсарин осыған қарсы болды. Ол қазақ қыздарын оқыту ісіне ерекше көңіл бөледі. Бұған ескішіл әдет салттарға қарсы күрестің бір жолы есебінде қарайды. 1887 жылы Ырғызда қыздар мектебін ұйымдастыруы оның ағартушылық аса зор еңбегі болды. Ыбырай Алтынсарин бүкіл қазақ балаларын білімге шақырған кел балалар, оқулық өлеңі мектеп оқулықтарына енді. Сіз бұл өлеңді жатқа білетін шығарсыз. Ендеше айтып көрейік. Бір Аллаға сиынып кел, балалар, оқулық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Істің болар қайыры бастасаңыз аллалап. Оқымаған жүреді, қараңғыны қармалап. Кел, балалар, оқулық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз, балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Мал дәулеттің байлығы, бір жұтасаң жоқ болар, оқымыстың байлығы. Күннен күнге көп болар, еш жұтамақ жоқ болар. Сиса көйлек үстінде тоқуменен табылған. Сауысқаның тамағы шоқуменен табылған. Өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Надандықтың белгісі еш ақылға жармас. Жайылып жүрген айуандай-ақ қараны танымас. Аяңшыл ата армас, білім деген қармас. Жөн білмеген наданға қыдыр ата дармас. Оқу деген шыныды, тұрған сайын шыныққан. Оқу білген адамдар май тамызған қылыштан. Білмегенді білуге, есті бала тырысқан, есер бала ұрысқан. Әлпеш деген ата ана қартаятын күн болар. Қартайғанда жабығып, мал таятын күн болар. Атар енен қартайса тіреу болар бұл оқу, қартайғанда мал тайса сүйу болар бұл оқу. Оқу білген таниды бір жаратқан құдайды, танымаған құдайды не қылғанда ұнайды. Шырағым абай болғай деп ата енең жылайды, баладан қайыр болмаса баланы неге сұрайды. Әрбір мектеп оқушысы кезінде осы өлеңді жаттап тақтада айтып берген шығар.
Бұл Ыбырай Алтынсариннің өлмес мұрасы. Ыбырай туған халқын ерекше сүйді, оның болашағына зор сеніммен қарады. Сондықтан халық ағарту ісін айрықша шабытпен жүргізді. Торғай облысының әскери губернаторына жолдаған баяндамасында ол, қазақтарға осы дарынды, ақыл есі мол халыққа кешікпей рухани және қоғамдық даму жолына түсетін дұрыс бағыт беру, қалай дегенмен де аса қажет болып отыр деп жазды. Осы жолда Ыбырай көп қиыншылықтарда кездестірді. Ел ішіндегі ескішілдік, парақорлық пен өсек аяң оның жанын күйзелтті. Заман осылай болған соң, амалын тауып, мүмкіндігі бар жерде қазақ халқының елдігін бұзып, болашағын бүлдіріп жатқан жауыздыққа қарсы күресе беру керек деп санады. Адамгершілік қасиеті мол Ыбырай орыс зиялыларының арасында мейлінше беделді, сыйлы болған. Ыбырай мектепте қазақ балаларына ана тілін таза және ұқыптылықпен үйретеді. Шағын көркем шығармалар арқылы оларды жақсы мінез құлыққа баулуды көздейді. Ыбырай балаларды мазмұны олардың білімін көтеретін, тақырыбы оларды қызықтыратын кітаптарды қазақтың өз тілінде басып шығару керек деп білді. Өзі 1876 жылдан бастап қазақ хрестоматиясын жазуға кірісіп, оны 1879 жылы Орынборда бастырып шығарды. Ыбырай Алтынсарин бізді бәсекеге қабілетті озық ел болуымызды қалады. Назарларыңызға Ыбырай Алтынсариннің ерекше өлеңдерінің бірін ұсынамыз. Ағаз бол, кедей болсаң ұрлықпенен кете бар, кессе басың шындық беген. Қорек тап бейнеттен де тәңірің жәрдем, телмірме бір адамға мұңдылық беген. Адамға бір өзіңдей көзің сүзбе. Бір әділ қазынасы кең патшаңды ізде. Қорексіз еш пендесін қалдырмайды, жаратқан бір тәңіріңнен күдер үзбе. Мақтанба бақыттымын деп бағаңызға, қартаймақ қиын сауда тығыңызда. Іске аспай бақ дәулеттің қалуы оңай, басыңнан бағың тайған шағаңызда. Мақтанба сұлуымын деп ажарыңа, ажарсыз адамдарды ал назарыңа. Зылиха, жүсіппенен сұлу өткен, тұрмаған ажар ара жалына. Оразаның түбіне мақсым жетер, азған елдің түбіне тақсыр жетер. Әділдіктен хан тайса наным кетер, жылай жарлымын малы кетер. Ай тақсыр, бұл дүние өтер, кетер, мал иесі де артыңнан қуып жетер. Жарлылар да бір табар әділ қазы, таразылы күн болса арз етер.